Но біздерде қазір енді психологияға арналған бізде кітаптарымыз көп қазақ тілінде. Біздерде орыс тілінде, например, кітап екі тілде келеді. Қазақ және де орыс тілінде келеді. Қазақ тілін көптеген жастар келіп біздерде оқиды, алады. Қазір в основном сол мотивационный, бай болғым келеді, кемел адам деген сияқты кітаптарымыз. Жаңадан түскен кітаптарды бізде деген сайтымыз бар өзіміздің. Сол сайтқа салып тұрамыз, осы кітапханамызға осындай кітаптар бүгін келіп түсіп жатыр деген сияқты. Сосын біздің өзіміздің сайтта көрермендеріміз, оқырмандарымыз көп, солар қарап біздерге келіп осы кітаптарды алады. Сосын алғанда еще заявка беріп кетеді, сол сұраныс. Например, біздер 5-6 кітап алсақ, солардың барлық моментін қолға келіп қалады. Сосын уже келесі адамға, біздер уже заявка берген адамға уже беріп тұрамыз, иә. Хабарласып, кітаптың келгенін айтасыз? Иә, звондап тұрамыз, айтып тұрамыз, осындай кітап келді, келіп алып кетуіңізге болады деп. Себебі өздері де звондайды. Осы кітап керек еді, қолда екен, сол кітабыңыз жақсы, онда сізге телефонын алып қаламыз да, сосын уже хабарласып айтамыз, келіп тұр, келіп ала қойыңыз кітабыңызды деп. Келген оқырмандарды біздер кітап любой қандай тақырыбы болсын тауып беруге тырысамыз. Тауып беруге тырысамыз, оны деген айтып тұрмын ғой, если болмаса даже сұраған кітаптары деген қолда болып қалып жатса, мысалы біздер қазір каникулда балдар көп, каникулда болды, каникулда мектепте оларға целый списка береді, осындай кітаптарды оқып келіңдер деп. Пушкиннің, біздің классиктеріміздің, орыс классик, қазақ классиктерінің кітаптарын береді. Олар дегенде бер жақпай келіп, сол кітаптарды талап алып кетеді. И сонда алып кеткенде, если оларға прям срочно керек болып қалған жағдайда, біздерде электронный вариант кітаптарымыз бар. Соларды тауып бере қоямыз. Өздеріңіз электронный вариантта.